Баршаларыңызға қайырлы күн, әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын қатпарлы қаттаманың жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің парақшам пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қажет заттарды төменде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып алатын боламыз. Сүттің температурасы жылы болу қажет. Үстіне 2 ас қасық қант саламыз, 1 ас қасық тұз салатын боламыз. Тұздың дәмін осылай қолдың ұшымен көре беретін боламыз. Одан соң алдын ала ертілген сары майымызды саламыз. Одан соң үстінен 1 шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқыш салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан соң қалауыңызша 1 жұмыртқа салсаңыздар болады, салмауға да болады, өз қалауыңызша қоса бересіздер. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илеп қалдыратын боламыз. Осылай илеп алдық. Енді осылай бетін пакетпен жауып 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Мен осылай 4 бөлік қамыр жасап алдым. Осылай зуалап тындырып қойдым. Енді тынған қамырымызды осылай жайып алатын боламыз. Осылай қолмен зуалап, үстінен баса отырып, дөңгелек етіп қамыр жайып алдық. Бір-біріне қаттай отырып, алдын ала ертілген майымызды осылай дайын болған қамырымыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Жұқа етіп жайып аламыз қамырымызды осылай. Енді осылай сары майымызды ертіп алдық. Үстінен осылай теңдей етіп, үстінен сұйық май құямыз. Сұйық майды жақсылап араластырамыз. Және дайын болған қамырымызға осылай толықтай жайып шығатын боламыз. Осылай қолмен немесе осылай щеткамен жағып шықсаңыздар болады. Өз қалауларыңызша жаға беретін боласыздар. Ыңғайларыңызға қарай осылай барлық жеріне жеткенше толықтай барлығын жағып шығатын боламыз. Мінекей біздің қамырымызға толықтай жағып алдық. Енді осылай орап кесіп алатын боламыз. Мінекей осылай май жағып, пельменнің қамыры сияқты етіп кесіп алдық. Кішкентай етіп осылай күлшелер жасап алатын боламыз. Қатты үлкен етіп жасаудың қажеті жоқ. Күлшелерді арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Осылай кішкентай етіп видеодағыда жасап алатын боласыздар. Барлығын осылай пакетке салып, морозильникке 1 сағат немесе 2 сағат көлемінде осылай қатырып алатын боласыздар. Осылай жасап қойсаңыздар 2 ай немесе 3 айға дейін қолдана беретін боласыздар. Ешқандай бұзылып кетпейтін болады. Осылай жасап қойсаңыздар самсаға да осылай қолдана беретін боласыздар. Мен осылай барлығын жасап қойдым. Енді 2 сағаттан кейін ауызашарға қаттамамды дайындайтын боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей осылай морозильниктен алып, барлығын жұқа етіп жайып алдық. Енді қызып тұрған қазанымызға салып, барлығын қуырып дайындап алатын боламыз. Мінекей осылай қамырларымыздың барлығын дайындап алдық. Мен осылай қазан ошақта пісіретін боламын. Қазанымыз қызған соң осылай 1 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Қамырдың құрамында өзі майы көп болғандықтан осылай 1 ас қасық сұйық май құйып, осылай шет-шетіне толықтай жағып аламыз. Майды аса қажет етпейді. Және қызып тұрған майымызға осылай қаттамамызды сала отырып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Газға болсын, отқа болсын, оттың астын жоғарылатудың қажеті жоқ. Баяу отта пісіретін боламыз. Өйткені арасы дұрыс піспей қалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Осы қамырдың рецептімен пәтір нан немесе самса да жасай беруге болады. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен отбасыма бүгін ауызашарға арнайы осы қаттаманы жасадым. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Егер менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олар да осы рецептпен жасап сіздерге алғыстарын білдірсін. Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.